Армысыздар, құрметті көрермендер және брифингке қатысушы әріптестер. Жамбыл облысының өңірлік коммуникациялар қызметі тікелей эфирде баспасөз конференциясын бастайды. Добрый день, уважаемые зрители, а также коллеги. Региональной службы коммуникации Жамбылской области начинает свое прямое вещание. Бүгінгі баспасөз маслихатының тақырыбы тарифті инвестицияға айырбастау туралы болмақ. Тема сегодняшней пресс-конференции – тариф в обмен на инвестиции. Облысымыздың бас медиа алаңының құрметті спикерлерімен таныстырып өтейін. Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрлігі табиғи монополияларды реттеу комитетінің Жамбыл облысы бойынша департаменті табиғи монополияларды және бағаларды реттеу бөлімінің басшысы Мумбаев Бек Төлендіұлы, Жамбыл облысының энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасы басшысының орынбасары Мұздыбеков Руслан Орынбекұлы. Құрметті спикерлер, алаңымызға қош келдіңіздер. Бек Төлендіұлы, алғашқы сөз тізгін өзіңізде. Мархабат. Мемлекет басшысының 2022 жылғы 1 қыркүйекте жарияланған әділет мемлекет бір халық гүлденген қоғам жолдауында мемлекет пен қоғамның барлық салаларын қайта іске қосуды қамтамасыз ету, оның ішінде жүзеге асыру бойынша нақты міндеттер белгіленген болатын. Негізгі әлеуметтік экономикалық реформалар. Табиғи монополия саласын реттеу мүлдем жаңа тұжырымдамасы инвестицияға тарифті айырбастау ұсынылды. Осы реформаның бір бөлігінің ретінде мыналар ұсынылады. Меншік иелерінің есебінен салаға инвестиция ұлғайту. Табиғи монополиялар және әлеуметтік маңызы бар нарықтар саласындағы қызметкерлердің жалақысын деңгейін арттыру. Табиғи монополиялар саласында озық инновацияларды енгізу, ынталандыру арқылы одан әрі реттеу жүзеге асыру. Табыстың белгілі бір үлесін сақтай отырып, меншік иелерінің шығындарын үлесін қайта бөлу есебінен инвестициялар ұлғайды. Тұтынушылар топтары арасында тарифтердің деңгейін теңестіру жолымен тарифтерді кросс субсидиялардан бірден бас тарту. Желілердің тозу көрсеткіштерін төмендету. Ағымдағы жылдың Қазақстан Республикасы үкіметі Қазақстан Республикасы заңнамасына тариф белгілеу саласындағы реформаларды жүзеге асыру мәселелері бойынша түзетулер енгізілуде. Сол сияқты заңға тәуелді актілері және табиғи монополиялар туралы заңға табиғи монополия субъектісінің өндіріс қызметкерлерін еңбек ақысын арттыру бөлігінде өзгерістер уже енгізіліп қойды. Тұтынушылардың түскен инвестициялық қаражат қоғамдық бақылауды қамтамасыз етеді биылдан бастап. Бүгінгі біз коммуналдық қызметтердің сапасы мен сенімділікке әсер ететін желілердің жоғары тозуына куә болып отырмыз. Оған дәлел мынау Екібастұз бен Ридерді қаласында болған оқиғалар. Осы мақсатта мемлекет басшысының тапсырмасын орындау бойынша желілердің тозуын кезең-кезеңмен кем дегенде 15% азайту жоспарлануда. Тұтынушыларға қызмет көрсету кезінде жетім желілер мәселелер өзекті болып тұр. Осыған байланысты табиғи монополиялар субъектілер иесіз желілерді темгірме немесе сенімгерлікке басқаруға қабылдау тетігі әзірленді. Бұл осы желілерді ұстау шығындарын тарифке қосу арқылы көрсетілетін коммуналдық қызметтердің сапасы мен сенімділігін арттырады. Тұтынушылар топтар арасында тарифтердің деңгейін теңестіру арқылы тарифтерді кросс субсидиялауды кезең-кезеңмен жою. Бұл бағыттағы жұмыстар 2021 жылғы басталды. Сондықтан Қазақстан Республика үкіметінің 2021 жылы 12 қазандағы номері 728 қаулысына сәйкес кәсіпкерлікті дамыту 2020-2025 жылдарға арналған ұлттық жобасы бекітілді. Бұл көрсеткіштердің бірі, оның ішінде электроэнергия қызметіне тұтынушылар топтары арасында айырмашылықты кезең-кезеңмен азайту және тарифтік саралауды жою болып табылады. Ол қазіргі пилоттық режимде 3 облыста, біреу Алматы қаласы және Батыс Қазақстан мен Қостанай облыстары жұмыс істеп тұр. Әрине, бұл бағдарлама жүзеге асыру тарифтің өсуіне әкеледі. Дегенмен тарифтерді белгілі бір санға көтерілу туралы айту әлі ерте. Өйткені әрбір жағдай инженерлік инфрақұрылымның техникалық жағдайына және табиғи монополия субъектінің экономикалық көрсеткішіне байланысты. Және сол табиғи монополияның өзінің өтініміне қарасты болады. Болжамдар бойынша тарифтердің өсу энергия өндіруші ұйымдардың бағасына өсуіне, желілердің тозу деңгейіне, өңірдің қажеттілігіне және табиғи монополия субъектінің өтішіне байланысты орташа алғанда біздің жобамыз бойынша 10-20%
құрауы мүмкін. Бұл ретте тарифтерді бір мезетте 2-3 есеге өсірмеу үшін тарифтерді көтеру 2029 жылға дейін кезең-кезеңмен жүзеге асырылады. Халықтың құрт өсуінің қорықпауы үшін тұтынушылардың әлеуметтік экономик жағдай қаралады. Бұл экономик жағдай тұрғыдан ақталғаннан кейін. Халықтың әлеуметтік асал топтарын мүдделі сақтау мақсатында 22 жыл сәуір айынан бастап атаулы әлеуметтік тұрғын үй көмегін алушылар үшін газбен қамту қызметі бойынша тұтынушылардың жаңа тобы қосылды. Ол барлықтарыңыз мәлім, былтыр 1 сәуірден бастап 9 тұтынушы тобы құрылды. Олар әлеуметтік көмек алу және тұрғын үй көмегін алушылар, оларға газ 20%-ға төмен бағамен беріледі. Оны айта кететін болсақ, 22 жылдың желтоқсан айының қорытындысы бойынша Жамбыл облысы бойынша бұл 5291 абонент болатын. Тараз қаласы бойынша 3176 абонент, Байзақ ауданы 234 абонент, Жамбыл ауданы 207 абонент, Жуалы ауданы 393 абонент, Қордай ауданы 200, Мерке 298, Сарысуда 3, Тұрар Рысқұловта 344, Таласта 332, Шу ауданында 104%. Сұрақтарыңыз бар болса, мен жауап беруге дайынмын. Рахмет. Руслан Орынбекұлы, келесі сөз кезегі өзіңізде. Мархабат. Саламатсыздар ма? Құрметті брифингке қатысушылар. Енді тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласындағы желілердің жағдайы бойынша қысқаша тоқталуға рұқсат етіңіздер. Бірінші кезекте сумен жабдықтау саласы бойынша келер болсақ, жалпы облыс бойынша 5627 шақырымды құрайтын су құбыры желілері бар. Оның ішінде 4 қалада 1134 шақырым. Ал қалған 4492 шақырым облыстың 10 ауданында орналасқан. Жалпы енді 2002 жылғы жағдай бойынша сумен жабдықтау желілерінің тозуы 27-те 2% құрайды, немесе 1529 шақырымды құрап отыр. Су бұру бойынша облыс бойынша 549 шақырым бар. Оның ішінде 4 қаламызда 510 шақырым, ал қалған аудандарда 39-да 3 шақырымды құрайды. Бүгінгі күнге су желілерінің тозуы 38-де 1%-ды құрап отыр, немесе 210 шақырым. Электр желілері бойынша келер болсақ, облыста 17 мыңнан астам шақырым электр желілері бар. Оның басым көпшілігі Жамбыл электр жүйесі жауапты шектеулі серіктестігінде. Олардың теңгерімде жалпы 13896 шақырым электр желілері бар. Қалған 3465 шақырым электр желілері коммуналдық меншікте болып табылады. Енді облыстағы электр желілері негізгі теңгерім ұстаушысы, яғни Жамбыл электр жүйелері жауапты шектеулі серіктестігінің теңгерімінде болғандықтан, осы кәсіпорынның есебінен жөндеу жұмыстары, жаңғырту жұмыстары олардың өздерінің инвестициялық бағдарламалары аясында немесе өздерінің қаражаттары арасында тұрақты түрде жүргізіліп отырады. Енді соңғы уақыттағы елімізде қалыптасқан жағдайға байланысты қазіргі уақытта көп бөлініп отырған саланың бірі бұл жылу саласы. Осыған орай енді жылу желілері бойынша тоқталатын болсақ, облыс бойынша жылу желілерінің ұзындығы 348 шақырымды құрайды. Оның ішінде 107 шақырым магистралды және 242 шақырым ішкі кварталдық желілер. Тозу деңгейі 58-де 5%, немесе 204 шақырым желілер ауыстыруды қажет етеді. Оның ішінде 42 шақырым магистралдық желілер болса, 168 шақырым ішкі кварталдық желілер болып табылады. Тозығы жеткен желілердің басым көпшілігі қазіргі уақытта ішкі кварталдық желілерде қалыптасқан, бүгінде 66%-ды құрап отыр. Енді осы коммуналдық желілердің тозу несептеу әдістемесінің қағидаларына сәйкес тозу деңгейі желілердің 50%-ға дейін болса, бұл жағдай жақсы деп есептелінеді. Тозу дәрежесі 50-де 74%-ды құрайтын болса, ондай жөндеу жұмыстарының нәтижесі арқасында әрі қарай пайдалануға мүмкін деп есептелінеді. Ал 75 пен 99% арасында бұл техникалық жай-күйі қанағаттанарлықсыз немесе авариялық күйде деп бағаланады. Соңғы 10 жылда облыста жалпы 108 шақырым жылу желілері ауыстырылған. Оның ішінде 40 шақырымы магистралдық желілер, 64 шақырымы ішкі кварталдық желілер болып келген.
Атап өтетін бұл 4 қалада да осы магистралдық жылу желілерінде ауқымды жұмыстар атқарылған. Жалпы осы 2015-22 жылдар аралығында жылу желілерінің тозуы облыста 11,6%-ға төмендеген. Ағымдағы жылы желілердің тозу деңгейін төмендетуді жалғастыру үшін Тараз қаласында 2 жоба әзірлену үстінде. Оның бірі М1, бұл 6,7 шақырымды құрайды. Екіншісі М3, бұл 1,4 шақырымды құрайды. Жылу желілері, шақырымды құрайтын жылу желілері қазір уақытта жөндеу жоспарланып отыр. Жобалау сметалар құжаттамалары әзірленіп, қазір сараптама қорытындысын алу бойынша жұмыстар атқарылды. Енді бұдан бөлек алдағы уақытта жылыту маусымына дайындық аясында ішкі кварталдық жылу желілерінің күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілетін болады. Сонымен қатар Жаңатас, Қаратау, Шу қалалары бойынша ішкі кварталдық жылу желілерін қайта жаңғырту, күрделі жөндеу бойынша жобалық сметалық құжаттамалар әзірленуде. Енді бұл бағытта жұмыстар тұрақты түрде ары қарай жалғасатын болады. Енді қазір әріптесім атап өткендей, енді президентіміздің тапсырмасына сәйкес тарифті инвестиция айырбастау қағидаты бойынша жаңаға табиғи монополия субъектілерінің өз қаражаты есебінен, сондай-ақ тариф есебінен осы өздерінің негізгі және қосалқы жабдықтарын, сондай-ақ желілерді жаңғырту бойынша жұмыстарға баса назар аударылатын болады. Ал үкімет тарапынан осы тарифтің бірден күрт өсуін алдын алу мақсатында қазір уақытта жылу желілерін жаңғырту бойынша республикалық бюджеттен қайтарымсыз нысаналы трансферттер бөлу туралы шешім қабылданды. Айта кететін болсақ, 2015 жылдан бастап осы жылу желілерін жаңғыртуға республикалық бюджеттен тек қана бюджеттік кредит қана бөлініп келген, яғни кәсіпорындарға, осы жылу тасымалдаумен айналысатын кәсіпорындарға қайтарымды негізде 0,1% бюджеттік кредит қана беріп отырылған. Яғни ол қаражатты кәсіпорын пайдаланылғаннан кейін белгілі бір жылдардың ішінде бюджетке қайта қайтаруға міндетті болатын. Енді осы соңғы ахуал жағдайды ескере отырып, қайтарымсыз нысаналы трансферттер бөлу бойынша осы ағымдағы жылдан бастап қайта шешім қабылданды. Тиісінше әзірленген жобалардың барлығы осы республикалық бюджетке алдағы уақытта ұсынылатын болады. Жалпы енді жылу желілері болсын, электр су желілері болсын, атқарылып отқан қысқаша жұмыстары осындай. Енді сұрақтарыңыз болса, жауап беруге әзірміз. Баяндамаларыңызға рахмет. Құрметті әріптестер, тақырыпқа сай туындаған сауалдарыңыз бар ма? Мархабат. Енді сіздер субсидиядан бас тартып, тарифті инвесторларға берген кезде тариф көтеріліп тұрғыз ба? Бұл шектеу шегі бар ма? Жоқ, жыл сайын көтерілуде 29 жылда. Түсіндіре кетейін. Жақсы, сұрағыңызға рахмет. Енді сіздер сол тарихты инвесторларға берген кезде қарапайым сұрап, мысалы жұмысшылар бөлімінің айналысып отқан компанияларда егер субсидиядан бас тартса, тарихты өседі. Сондықтан қалалардың тәуелді болып субсидия бөлу. Сол сияқты мәселе бар. Екінші сұрақ ұстаным бөлімі болып, сіз жаңа айтып соңғы жылдары ішкі квартал магистралдарға бөлінген болды. Жетінші жылдары облыстармен таласудан болды. Ресей каналы округіне қарасты Қасқалау елді мекенінде 18 жылы желілер тартылған. Именно құлаған жері бағана осы бар. Бағана жолына жерінде 1976 жылы тартылған ағаш бағана атылды. Біреуін заған дегенде. Енді ананың қаусы еліне емес сізге. Мердігер компания бар, ана бағаналардың арасында қойып желдің ескермеген. 30 кездерден болу екен, 30 кездерден қалған, содан бағаны сыңғаған деген қаққан осы қалың болып, жердің зерделесін көтеріп алған. Соны қаладағы сіздер ме? Кімді тұрмыз қалау?
осы тек сұрақ қойып Иә, өтпін. Можно я добавлю к Индира Бахашева, поскольку мы становимся, каждый из нас по этой программе, каждый из нас теперь становится инвестором, мы же тарифы будем оплачивать. Скажите, какой контроль, опять продолжение второго вопроса, какой контроль мы сможем осуществлять на тем, как эти инвестиционные программы осуществляются? Ведь эта программа тариф военной инвестиции, она сейчас красиво подносится. На самом деле она действует давно, разрешали повышать тарифы, по-моему, энергетикам, да, водникам, но при этом износ вроде как не уменьшается, питьевая вода, качество питьевой воды ухудшается, что также говорит о плохом состоянии этих, как их называют, труб. Сетей. И да, сетей. Вот, и что тогда получается, что мы будем оплачивать? Хорошо, понятно. Сіздің бірінші сұрағыңызға жауап берейін. Табиғи монополия субъектісі өзі инвестициялық бағдарлама дейміз ғой, инвестиционный программа. Өзі көзделгені бар, қалай тартылатын. Өзінің күшімен, то есть өзінің қаражатынан инвестициялық бағдарламаны орындалады, бюджеттік есебінен орындалады, банк кредиттің есебінен орындалады, и жаңағы сіз айтқандай сырттан инвестор алып келе алады. Осы 4 мүмкіндікті пайдаланады. Біздің өзіміздің облыста айта кетейін, табиғи монополия субъектілері көбісі 99% деуге болады, өзінің қаржысымен инвестициялық бағдарламаны орындайды. То есть сырттан тартпайды, шеттен ешкім келмейді, болмаса енді ол сіздің как потребитель ретінде сіздің ақшаңыз ол, дұрыс айтасыз. Бірақ оның бәріне қарап отқан біз отырмыз ғой, біздің мекеме. Сырттан инвестор келмейді, дұрыс айтасыз. Сол осы 4 есебімен орындайды. Ол инвестициялық бағдарлама не үшін кезінен бекітілгені, ол жаңағы мекеменің өзі жаңағы тозығы жеткен, жаңағындай оборудование ауыстыру, сеттері жөндеу. Бірақ осы уақытқа дейін, мен сізге айта кетейін, тарифный сдерживание болды. Шыны керек, былай айтқанда 17-ші жылдан бастап, 18-ші жылдан бастап тариф өсті, бірақ именно населенияға өскен жоқ, основной бюджетпен кімге өсіп отыр? Прочий потребитель деген жаңағы ТОшкалар, ИПшкалар, сондайларға өсіп отыр. Населенияға ары кетсе 18-ші жылдан бастап, мен сізге айтайын, 20%-ға көтерілген шығар. Осы уақытқа дейін. Мысалы, соңғы 2 жылда ТЭЦ компенсирующий алып келе жатыр. Енді акционерный общество ТЭЦ естіп отырсыздар ғой, жағдайларында қандай болған. Бізде өсім болса, жылу бойынша, мен сізге айтайын, Жамбыл жылуды ғана өсіп болған. Сол мекемеде қалған мекемелер, мысалы, Жанатас, Қаратау, Шуда алып келейік, оларда тариф төмен болып келеді. Сол инвест программаны орындау, сдерживание болғаннан кейін, мына Экибастузда, Ридерде болған сол. Мысалы, Экибастузда жаңа сеттер жөндеу үшін, жаңа инвест программаның ақшасы тек қана 600 метрге сет жөндеуге жететін жылына. Сол себеппен ол жөнделмеген кезінде. Сол анықталды, сол уже. Потому что тарифті сол отыр. Соны айтамыз. Жаңа субсидирование мәселесі сіз көтеріп кеткен, бұл жерде субсидирование жоқ. Бізде субсидирование Жамбыл облысы бойынша тек қана жаңағы 3 қала айтып кеттім, Жанатас, Қаратау, Шу ауданда субсидирование тек қана жылуға беріледі. То есть газға, топливо, былай айтқанда. Отынға, Жанатасқа мазутқа беріледі трансферт, дұрыс қой? Дұрыс. Қаратауда газға беріледі, и Шуда газға беріледі. Басқа субсидия бірде-бір табиғи монополия субъектісіне берілмейді біздің облыста. Бұл бірінші сұрағыңызға жауап деп ойлаймын. Жалпы қазіргі өзгерістер енгізіліп жатыр деп айтып отырмыз ғой. Қазір табиғи монополия субъектісіне, мысалы, производственный персонал өзі екіге бөлінеді ғой. Ау, инженерлік жаңа басшылардікі и производственный персонал. Біздікі орташа деңгей, мен сізге айтайын, мына ТЭЦ-те 42 000 теңге. Производственный персонал айлығы. 42 000 теңге қазір 60 000 ғой минимальный зарплата. Орташа жалақы производственный персоналдың жалақысы 42 000 теңге. Мына Жамбыл ЖЭС, жаңа айтып кеткендей ЖЭС-тің орташа жалақысы 80 000. Анау ЖЭС былтырлар есіңізде ме? Қайта-қайта запасовкаға шығып, сондай мәселелер болды. Сондай болмау үшін олар
табиғи монополия субъектілері өкіметке дейін арызданып, сол болмау үшін қазіргі заңға именно производственный персоналдың айлығын көтеру үшін өзгерістер енгізілуде. Осы биыл ол уже жүзеге асырады. Уже заңға өзгерістер енгізді, қазір соған заңға қатысты қағидаларға өзгерістер енгізілді. Содан кейін екіншісі, жаңағы айтып кеткен иесіз желілер. Иесіз желілер, жаңа әріптесім айтқандай 17 мың официально бар Жамбыл облысы бойынша. Бірақ оның ішінде иесіз желілер әр ауылдың баяғы совет өкіметінде жаңа бағанағылар сіз айтқандай соғып кеткен. Оны не ЖЭС алмайды, не өкімет алмайды. Себебі ЖЭС оған қарау керек, оған ақша салу керек. Оны қарап ақша салса тағы да тариф көтеріледі. Өкімет оны иесіз қабылдаса, оның процедурасы бар. Жаңағында 1 жыл сотта жату керек ол иесіз, содан кейін өкімет алады оны. Өкімет алғаннан кейін оған ПСД жасалады, оны қайтадан жөндеу керек. Ол әңгімесі көп болғаннан кейін именно жаңа мен айта кеткен иесіз желілерді балансқа теңгеріміне алу бесхозный кәдімгі. Бесхозный сеттер бізде жетеді Жамбыл облысы бойынша. Мынау ескі кезіндегі ауылдарда бағаналар бәрі де сеттер. Ешкім есі жоқ оның. Түсінесіз ба? Не ЖЭС қарамайды оған, не әкімшілік қарамайды оған, ешкім қарамайды. Әйтеуір свет жүріп жатыр. Әке үзілсе, әке көке тұрғындар өздері жөндейді, сондай бар мәселе. Мысалы, қаланың өзінде Жамбыл суда шатаспасам бір 30 километрде иесіз желілер бар. Дұрыс па? Жамбыл суда. Шатаспасам сондай бір 30 километрдей Жамбыл суда су иесіз желілер жатыр. Соның бәрін негізі не мемлекет, не табиғи монополия субъект өзінің теңгеріміне алса, оған уже қарайды ғой. Қарағаннан кейін ана үзілсе, бір жер тесілсе, оған ешкім жауапты емес қой, ол иесіз. Иесіз болғаннан кейін ол жаңағы айтқандай судың качествосында бәріне де әсер етеді. Оның процедурасы айтып отырмын, жаңағында өте қиын болған. Кезінде мемлекеттің теңгеріміне алу үшін оны сотқа беру керек еді. Сотта ол 1 жыл қаралады. Сот үстінен ол 1 жылдан кейін ба иесіз болып жаңағы шешім шығарады. Содан кейін бірақ мемлекет өзін теңгеріміне алады. Одан кейін әңгімесі көп та былай айтқанша. Волокисар, соны енді процедуралардың механизмдерін кішкене оңайырақ болсын деп заңға енгізіп жатыр. По контрольным функциям вам отвечу. Сейчас создается совет по тарифной политике, в него будут ходить депутаты, Аманат партия, общественное объединение и исполнение инвестиционных программ уже будет общественный контроль. Будем привлекать также общественное объединение, депутатов, и по исполнению именно вместе с местным исполнительным органом по исполнению инвестиционных программ каждый год будем ездить и проверять, что было реализовано в рамках инвестиционной программы, мероприятий, какие работы были сделаны, как они сделаны, и на основании будет даваться заключение. Если работы не исполнены, то будет, соответственно, там штрафные санкции на субъекты естественной монополии, и будет снижаться тариф за счет этого. Эта комиссия в прошлом году она создана, но комиссия работала только в нашем департаменте. Приезжал субъект, отчитывался и все, ну, как говорится, на бумаге. Но с этого года, да, будем ездить уже по адресно, как говорится. Рахмет, құрметті әріптестер, қояр сауалдарыңыз. Екінші сұрағыңыз бойынша 2016 жыл дедіңіз ғой, салынған. 2018 жылы Талас ауданы Есейхан ауылындағы электр желілері бойынша. Енді ол электр желілерінен 2018 жылда нақтылау керек, кімнің есебінен жүргізілген. Жаңағыдай электр энергиясын тасымалдаушы ұйымның болмаса жергілікті бюджеттің есебінен жүргізілді ма? Инвест проект емес, инвест программа деп айтқан болар. ЖЭС-тің инвест программасына енді биылға оны қостыру бойынша жұмыстар жүргіземіз. Енді әр жылы инвестициялық бағдарламасы аясында атқарылатын жұмыстары, ЖЭС болсын, кез келген ұйымдар болсын, 1 жыл бұрын, болмаса 2 жыл бұрын бекітіледі. Енді биыл өзгерістер енгізетін болсам, міндетті түрде ол талаптарын қалпына келтіру бойынша жұмыстар қосылатын болады деймін, Есейхан бойынша. Сол жаңағы бекітілді бағаналардың бәрі қосылсын, таратылсын,
Жо енді қазір енді қолданыстағы заңға сәйкес өзіңіз білсеңіз, қабылдайтын ұйымдар 4 жақ қана. Ол тапсырыс беруші, сосын мердігер, техникалық қадағалаушы, авторлық қадағалаушы. Бұрынғыдай мемлекеттік комиссия деген құрылмайды, ол бірнеше жылдың жүзі болды. Міндетті түрде сол азаматтардың құрамындағы азаматтар болған. Егер тапсырысшы аудан әкімдігі болса, аудан әкімдігінің жаңағы міндетті азаматы, қызметкері, сосын мердігер, құрылысты жүргізген, сосын сапасына қарайтын техникалық қадағалаушы, яғни 4-ші жаңағы жобаға сәйкестігін қарайтын авторлық қадағалаушы. Осы азаматтар міндетті түрде болады. Нақты ол жоба бойынша енді сізге біліп қосымша хабарлаймыз, егер нақты қажет болса. Бұл жолы өндірістік қызметкерлерін жалақысы біздің облыс бойынша статистикалық орташа сол саладағы еңбекші қанша болады, сол қаржыны қойып береміз. Мысалы, қазір былтырғы емес, былтырғы жылы, былтырғы әлі статистика дайынбыз, былтырғы жылда жылу жүйесіндегі орташа жалақысы 158 мың ба, сондай болды. 158 есімде болған 158 мың. Сол 158 мың енді салыстырмалы ретінде 42 мың мен 158 әжептер ғой. Апарамыз. Расширение сетей подачи интернета, что ли, а то в городе, допустим, частный сектор, интернет, Извините, я вас перебью, интернет это нет, не наш. И другой вопрос, программа, они же касаются модернизации сетей. У нас сети имеются, подземные сети имеются у грузовиков, они имеются у водников, они имеются у тепловиков. И каждая структура, она, когда эти свои сети обновляет, она копает, одни выкопали, обновили, закопали, вторые сюда же пришли. То есть есть места пересечения, параллельного прохождения, стыка, вот этих коммуникаций. Есть ли программа, которая учитывает, допустим, надо обновить какой-то участок, чтобы все эти сферы ЖКХ, они вместе пришли, и водники, и грузовики, раскопали, обновили, и тепловики тоже закопали, и на этом надолго забыли. Чтобы не было так, что одни и те же участки, разные сферы друг другу людей раздражают. Наверное, этот вопрос будет представитель местного исполнительного органа. Нет. Местный исполнительный орган имеется в виду мы. В целом вопрос, конечно, очень актуален, правильно говорите, да, в последнее время часто поднимаются такие вопросы. Вот, например, есть аким города или аким района. Сейчас этот вопрос тщательно рассматривается при строительстве любых сетей, в том числе тепловодоснабжения, будь это будет бюджетные средства или за счет инвестиционных программ субъектов естественной монополии. В основном у нас водо-теплоснабжение, обеспечивающее предприятия именно в данных сферах, находится под акиматами городов и районов. Таким образом, сейчас в обязательном порядке прорабатывается, что в определенном, если в участке необходимо менять трубы водоснабжения, и сразу рассматриваются варианты теплоснабжения. Если состояние нормально, готовый проект отсутствует, тогда только водоснабжение меняют. Если есть параллельные проекты, которые необходимо делать, тогда и теплоснабжение также делают. Этот опыт уже имеется. В последнее время такие работают. В основном, да. Рахмет. Қояр сауалдарыңыз бар ма, әріптестер?
Сауалдарыңыз болмаса, өз тарапынан туындаған сауалды қоюды рұқсат етіңіздер. Былтырғы жылы жалпы сұйытылған газдың бағасын 60 теңгеден асырмауға 1 жылдық мораторий жарияланған болатын, иә? Ол бітсе қайта жалғаса ма, жалпы бағаны қолдан ұстап тұру қаншалықты тиімді? Бұл сұрақ бізге емес, бұл Министерство энергетика негізі солар қадағалайды ғой, сұйытылған газдың жаңағы сіз айтқан. Бағаны белгілі, бұл энергетика министрлігі тарапынан бекітіледі бағаны. Бағаны қымбат арзан сату мәселесін осы бәсекелестікті қорғау агенттігі тарапынан қадағаланады. Енді ол алдағы уақытта бағаның өсуі, өспеуі туралы әзірге бұл мәселе нақты көтеріліп жатқан жоқ. Оған уақытысында осы саладағы орталық мемлекеттік органдар тиісті шарасын болмаса ақпаратын ұсынатын болар. Әзірге нақты ондай ақпараттар жоқ. Газ бойынша не, бағасы көтеріліп кетті деген сияқты ма? Енді бұл жерде жаңа айтып отырмын ғой, енді бағасына қатысты кәсіпкерлік бәсекелестік қорғау агенттігі бар. Бәсекелестік қорғау агенттігінің біздің облыста орналасқан департаменті бар, басқа да құқық қорғау органдары бар. Оны тұрақты бақылап отырады бұл мәселені. Рахмет. Ендеше келесі кезекті Facebook әлеуметтік желісінен келген сауалға берейік. Тұрсын есімді қолданушы, тариф неге көмірдің тарифі, кешіңіздер, тариф неге көмірдің тарифімен есептеледі? Газға ауысқанда сол 1 шаршы метрге 110 теңгеден дейді. Газдың тарифі бөлек емес пе деп сауал жолдапты. Бұл тариф, ненің тарифі деп? Газдың тарифі неге көмірдің тарифімен есептеледі дейді. Газдың тарифі көмірдің тарифімен есептелмейді. Біздің департамент газдың тарифін белгіленген кезде біз тек қана тасымалдауды есептейміз, тарифін есептейміз. Негізі жеткізуші бұл біздің орталық аппарат, комитет өзі есептейді. Қазіргі таңда есімнен шықпаса, халық үшін 27 теңге ма? Bir minut. Так, халық үшін 25 теңге НДС-сіз белгіленген, бюджеттік мекемелерге 43 теңге белгіленген НДС-сіз. Бұл жерде Чуға болсын, Таразға болсын, сол 27 теңге, 20 кубына ол бәріне бірдей тариф. 110 теңгемен есептеледі 1 шаршы метрге деп жолдапты сұрақты. 1 шаршы метрге 110 теңгемен. Көмірдің тарифімен. Білмедім, мен оны шатастырып жатқан шығар, сұрағын түсінбей отырмын мен кісіні. Жақсы, рахмет. Әріптестер, қояр сауалдарыңыз бар ма? Сауалдарыңыз болмаса, баспасөз конференциясын тәмамдаймыз. Құрметті спикерлер, алаңымызға келіп, тақырып аясында толық ақпарат бергендеріңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермен, тақырыпқа сай туындаған сауалдарыңыз болса, Жамбыл облысы өңірлік коммуникациялар қызметінің әлеуметтік желідегі ресми парақшаларына немесе WhatsApp желісіне жолдасаңыздар болады. Аман сау болыңыздар. Жақсы, рахмет.